Бірінші сұрақ сізге енді мына кеңінен түсіну үшін көрермендер, мына тағдыр дегеніміз не? Осы сұраққа жауап бере кетсеңіз. Жақсы, бисмилля. Енді жаңағы аят ол, Құранда келген, «Уақтасым бихаблил жами ва ла тафаррақу». Аллахтың жаңа арқаннан бәрін бір дінді айтып жатыр ғой. Бірігіңіздер да бөлінбеңдер деп келген. Бірақ бөлінбеу деген бөлек, одан кейін кейбір тақырыптарда адам ой пікірін білдіру деген сияқты бір неге жету үшін деген сияқты бір дискуссия дейміз ғой. Ол өзінше бөлек нәрсе. Оны кейін түсіндіреміз. Бірақ оның өзінде әдептер бар. Бет алды адам кірісіп кетпеу керек. Шариғатта көрсетіліп қойған. Өйткені сен келіспейтін тақырыпта дауға түскен адам, ол сенің дініңде болсын, сенің дініңде болмасын, ол сенің пікіріңді қолдайтын болсын, қолдамайтын болсын, оның хақысы бар. Енді әр адамның өзінің ойы бар ғой. Бірақ соған егер бір тақырыпты түсіндіру керек болатын болса, онда тәртібі бар. Ваджадилхум биллати хия ахсан. Дауға түскен болатын болсаңдар, көркем түрде түсіңдер дейді. Енді бұл араб тілінің грамматикасы, оны білетіндер өзінше бөлек сөйлеп жатыр. Ахсан деген сөз жай ғана көркем емес, өте көркем түрде. Яғни кісіні кемсітпе, мазақ қылма, келеке етпе деген сияқты ойын айту алуға мүмкіндік бер. Тыңдап болған болса, сенде басқа ой болса, айтуға тырыс деген сияқты осындай бір тәртіптерін сақта дегенді білдіреді. Әйтпесе жаңағы дау мәселесі, егер ол әдептер сақталмаса, дауласу, жауласуға кетіп қалуы мүмкін. Дауласу, жауласуға кетіп қалуы әбден ықтимал. Мынандай нәрсе сияқты мен айтып кетейін қазір. Бір қысқаша бұл мәселеге байланысты, бөлінбеңдер дегенге. Ва канал инсану аксара шейин жадала. Құранда Аллах айтады, адам көп мәселеде дауласқыш деген нәрсе бар.